ілгеріде бір жігіттен әкесі сұраған екен: «Ей балам, кім күшті? Сен күштісің ба, мен күштімін ба?» деп. Сонда бала жауап берген екен: «Әке, мен күштімін» деп. Әкесі ойланады. Тегімде бұндай болмаған. Баласына сенбей қайттан сұрайды: «Балам, кім күшті?» Бала қайттан жауап береді: «Әке, мен күштімін» деп. Әкесінің көңілі босайды. Бұрылып кетіп бара жатып 40 қадам асқаннан кейін баласына сенбей бұрылып қайттан сұрайды: «Балам, кім күшті?» Сонда бала жауап береді: «Әке, сіз күштісіз» деп. Әкесі қуанғаннан жүгіріп кеп баласынан сұрап жатыр дейді: «Балам, бағана мен сенен 2 рет сұрағанда сен мен күштімін деп жауап бердің. Неге олай дедің?» деген екен. Сонда баласының айтқаны: «Әкетай, сіз бағана менің қасымда тұрғанда мен күшті болдым. Сіз менен 40 қадам асқан кезде мен әлсіредім. Әке, сіз менің қасымда болсаңыз, мен мәңгі күштімін.